Сәлеметсіздер ме, құрметті отандастар? Мен номер 6 өркен бөбекжайының тәрбиешісі Мергенова Айгерім Нұржоқанқызымын. Барлығыңызды тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Еліміз тыныш, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Авторы Жұбан Молдағалиев, мен қазақпын. Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген, жүргегімде таныстым мұң тіліммен, жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген. Мен қазақпын, ажалсыз анамын мен, құрсағыма сидырам даланы мен, пәк сәбеймін бесікте өл деген, ғасырлар мен құрдаспын, данамын мен. Мен жігітпін, айқасқа сынғасықпын, жүрегі бар кеудеде шын ғашыққа, жанартаудай жойқынмын мен жұлқынғанда, шарықтасам қыран болып шыңға шықтым. Мен қаракөз сұлумын, сайтан қызбын, сайрай қалсам тілімнен бал тамыздым, сүйер болсам өмірдей өле сүйдім, қас батырмен қайрасқан балтам жүзін. Осындай боп білмеймін кімнен тудым, бәлки қайсақ, бәлки бір ғұннан тудым, деп шатыпты біреулер күннен тудым. Жоқ сірә, мен қарақұл күннен тудым. Руым көп солардың аттарындай, мінезім бар таулардың қатпарындай, ән жырым бар бабалар қаттарындай, әжімім бар бейнеттің таптарындай. О заманда соларға бір қараңыз, әр кірпіші, әр тасы бір қораңыз, өлгендерді тірілтіп, өмір етіп, өшкендерді жағатын тек қана біз. Қазақстан, туған елім, отаным, сен мұншалықты ғажап болар ма едің? Сен сәби болсаң, ұйқыңды мәңгі күзетерем, ән болсаң, мәңгі шырқап өтерем. Егер сен күн болсаң, күн бағысың боп, 4 мезгіл басымды иіп, тағзым етіп өтерем.